Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Трамп әкелген өзгерістер. Бірінші тақырыбымыз болады. Екінші тақырып Путиннің күйігі ішіне түсіп кетті. Путин күйікте қалды. Екінші тақырып. Осы тақырыптың жалғасы Еуропа Ресейдің табиғи газынан бас тартатын болып жатыр. Енді одан ары қарай Трамп әкелген өзгерістер, Орта Шығыстың жағдайы, Иранның жағдайы және Орыс-Украин соғысындағы соңғы жаңалықтар туралы болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір Америкада 2024 жылдың 10 қарашасы түстен бұрынғы сағат Вашингтон уақытыменен 10-нан 53. Ал сіздерде дәл қазір Алматыда 10 қараша кешкі сағат 8-ден 53. Ендеше баршаларыңызға қайырлы кеш айта отырып, біз осы саяси сараптамалық шолуымызды жалғастырамыз. Ендеше бөлісіңіздер, тараттыңыздар. Бірінші әңгіме. Трамп сайлау кезінде соғысқа қарсы болған. Америка халқына, әсіресе біз не үшін анау ақша сұрап келетін балаға дейді. Кімді? Зеленскийді айтып отыр. Неге бір келгенде 60 миллиард доллардан ақша ұстатып қоя береміз? Ол сіздің ақшаңыз, ол біздің ақшамыз. Ол ақшаны сіз салық тапсырып таптыңыз емес ба? Ақ көк деп жүріп америкалықтардың соғысқа қарсы көзқарасынан қатты пайдаланған болатын. Енді сол Трамп, егер мен билікке келетін болсам, егер мені сайласаңыздар, тіпті мен президент ретінде сайланып, бірақ әлі міндетіме кіріспей тұрбақ, сіздер мені сайлаған күннен 24 сағаттың ішінде мен соғысты тоқтатам деді. Жұрттың бәріне белгілі, Америкада Трамп қазір президент болып жеңді. Тіпті бұл мәселе енді жұртқа бастауыштық ұғым, яғни 2025 жылдың қаңтардың 20 күні Трампты ресми ұлықтау рәсімі өтеді. Яғни инаугурация сол қаңтардың 20 өтеді. Қаңтардың 20 өткеннен кейін барып, бұл бісміллә деп оң аяғымен ақ үйге аттап кіреді. Енді оғанға дейін бұл сайланған президент болып тұрады, ешқандай құқы мәнсабы жоқ. Мәлкілдек шал Байден атаңыз, сол мәлкілдеп ақ үйге кірерде табалдырыққа бір сүрініп, шығарда бір сүрініп, сөйтіп сол януардың 20-сына дейін қызметін атқарады. Ал Трамппен бәсекеде жеңіліп қалған қара кемпір, ол енді вайс президент, яғни орынбасар президент қызметін атқарған беті, сол қаңтардың 20-сына дейін ол да жұмыс жасайды. Сонымен қаңтардың 20-сы Байден атаңыз сұлу кемпірін қасын ертіп, Трамп жас тоқалын ертіп алып, сонымен ақ үйдің алдында бұлар бір мұрасым өткізеді. Сонымен жаңағы бізден де қалған еділ сізге жұғысты болсын деп, жаңа қазақтар еділден айырылған кезде ақтан берді жырау ма, қай жыраудың өлеңі бар ғой жаңағы. Мен салмадым, сен салдың деп жаңағы. Сол сияқты жаңағы ақ үйге қарап, Байден шал көзінің жасын бір сығымдап алып, кемпірін қолтықтап, ақ үйді тастап шығады. Ал сол януардың 20-сынан бастап Трамп ресми түрде бісміллә-рахман-рахим деп жұмысына кіріседі. Міне, оғанға дейін Трамп жай әшейін бір көп америкалықтың біреу. Бірақ Трамптың өзі уәде қылған, мені сайласаңдар, мен қызметіме кіріспей тұрып 24 сағаттың ішінде мен соғысты тоқтатам деді. Тоқтады ма соғыс? Тоқтаған жоқ. Тіпті украиндер енді Каспий теңізіне қарай дрон ұшырып жіберді. Каспий теңізінің Ресей жақ тарапында тұрған Дағыстан, Татарстан дейтін Ресейдің кемелері Украин дрондарынан жанып кетті. Бірақ қазірге дейінгі ақпарат, бұл кемелер қаншалық зақымданды, жай майда шүйде шұрым-бұрым бір деңгелері жанды ма, жоқ екінші қолданысқа келместей болып зақымданды ма, қазірше Ресей тарапта ине жұтқан ит құсап үні шықпай тұр. Ал Украин тарап бұл туралы қандай да бір ақпараттарды әлі толық жарияламады. Демек бұл арада бір нәрсе бар,
Соғыс Трамп айтқандай 24 сағатта тоқтаған жоқ. Ал Трамптан Американың халқы да, «Ой, сенің уәдең қане, міне 24 сағатта тоқтата қоятын батыр едің, мына соғыс тоқтамады ғой әлі» деп сұраған жоқ. Адам деген осы. Саясаткер деген осы, уәдесін үйіп төгеді, тағына шығады, мен айтемде, мен бүйтем деп күлдетіп, шаңдатып, желдетіп, бұрандатып жібереді. Бірақ міне енді қазір сол Трамптың уәдесін сұрап отырған америкалық жоқ. Болмаса осы Америка халқынан енді есептеңіздер, соңғы санағында өзі қанша 71 миллион адам осыған дауыс берген. Қазір міне соғыс тоқтаған жоқ. 24 сағаттан берме қанша өтті міне. 5 қарашаның Америкада 5 қарашаның түні, тіпті 6 қарашаның таңына дейін отырып, бір түн ұйықтамай, көзімнің майын сарқып отырып, осы Google-дегі онлайн дауыс санауды, әр бір минутта өзгерген сайлаудың нәтижесін сіздерге уақытымен орын-орында скриндеп аударып, түсіндіріп, жеткізіп беріп отырдым. Қанша сайлаушы жаңағы вот коллеги дауыс береді, яғни сайлаушы жаңағы адам. Әр штаттарда сайлаушы деген сан болады. Әр штаттардың жан санына қарап береді оны. Соның бәрін түсіндірдім. Енді қызық болғанда Трамптың осы 24 сағатта соғысты тоқтатам дегенін халық кәдімгідей күтіп отыр. Неге? Американың халқы шын мәнінде айдаладағы атасы басқа, иті қарағасқа, орыс пен Украинаның ортасындағы соғысқа бола, бұлар кәдімгідей тығырыққа тіреліп қалды. Доллар құнсызданды, ақшаның құны жоқ, күші жоқ, бензиннің бағасы қымбаттады. Енді сосын ары қарай тұрмыстық тұтыну өсіп кетті, газдың бағасы өсіп кетті, электрдің бағасы өсіп кетті, судың бағасы, енді Құдай беріп қойған су жеткілікті ғой Америкада. Судың бағасы өсіп кетті. Содан америкалықтар наразы бола бастады. Былтыр газына, суына, электріне қанша төлеп отыр, биыл қанша төлеп отыр. Аяқ астынан енді ары қарай барлық сервис ақысы асып кетті. Көліктердің қамсыздандыру асып кетті. Жылжымайтын мүліктің салығы да өсе бастады. Бәрі өсе бастады. Былтыр $1 затыңызды биыл енді $1.25, $1.50 алатын болдыңыз. Демек, Американың қарапайым халық үшін алғанда Трамптың үндеулері құлақтарына жақты. Біз неге соғысқа кірісуіміз керек? Неге бұл соғыстың шығыны сенің қалтаңнан шығу керек деп өңмен деген шешен сары шал америкалықтарды артынан ертіп үйіріп алып кетті. Трампқа дауыс берген 60 миллион ба, әлде 70 миллион ба? Америкалықтардың саны тұр. Біз Фейсбукте скриндеп салдық. Барлықтарыңыз көрдіңіздер, ютубтың коммунити бөлігінде тұр. Енді ол халықтардың барлығы сізбен бізден ақылды, сөздің шыны керек. Олардың кез келгені арғы арық қазақтан, семіз қазақтан, жаңағы олар артық болмаса кем емес. Яғни бұл таңдау жасауда олар 3 ғасыр орыстың тепкісін көріп келе жатқан әлі басы, яғни тура сізбен біз сияқты өзімшіл, өзін ойлайды. Енді шыны керек. Бұл Американың халқының қазіргі жағдайы осы болып тұр. Бірақ Трамп 24 сағатта соғысты тоқтатқан жоқ. Бүгін міне қанша өз? 10 болып кетсе 5 күн өтті, 5 тәулік, 24-тен 5-е өтіп кетті. Соғыс тоқтаған жоқ. Соғыс жүріп жатыр. Енді өздеріңіз орыс тілді медиадан білгендей, Пөтенжан Трампты құттықтай ма, құттықтамай ма, не айтады? Анау мынау, яғни бұл жерден Путиннің көп былжыраған саяси сөздерін жаңағы қазақтарға мен қысқашалап айтайын. Путин де әбден жаңағы алысып, жұлысып, енді шаршап бір араша, «Ей болды, араша, Батыреке араша болды, қоя қой» деген сөзді күтіп отыр екен. Оның да жаңағы өзінің сөз емеурінен сол білініп тұр. Енді Ши Цзиньпин, Трамптың жаңағы нағыз жауы, Трамптың жаңағы құлауына бірден бір себепші болған Ши Цзиньпин, ол да аяқ астынан телеграмма жіберіп құттықтап жаңағы Трамптың Американың президенті болғандығын, қуанышпен қабылдайтындығын айтып, ақалай көкалай деп айта қапты. Енді осының барлығына біз бір саяси сараптама жасаймыз. Ерінбей, асықпай тыңдарсыздар. Енді бір қызық нәрсені жалғастырып айта кетейік. Сөйтіп
Уәден үйіп төккен Трамп, соғысты тоқтатам деген Трамп 5 күннен бері үндемей отыр енді. Енді халық күтіп отыр, не болады деп. Бүкіл дүние қарап отыр. Трамп ештеңе айтқан жоқ. Мен Путинмен сөйлестім, немесе Путинді шақырдым. Түркияға не Қазақстанға, не Монғолияға, не Вьетнамға Путин екеуміз кезігетін болдық деген сияқты сөз жоқ. Не ана солтүстік Корейдің семіз баласына Путин барып, мен оңтүстік Корейге барып, сосын мына сұлу қатыны бар оңтүстік Корейдің президенті менен ана семіз баланы 38-ші параллельде кезіктіріп, сосын ары қарай ол Путинді ертіп келсе, мен соны мен де кезіге қойсам деген сияқты сөзді айтқан жоқ. Трамп Америка тарихындағы Корей соғысы аяқтағаннан кейін екі Корейдің басшысын кезіктірген бірінші адам. 50-ші жылдардағы сол соғыс аяқтағаннан кейін 38-ші параллельге бірінші барған америкалық адам ретінде Трамп ол кейде көптеген мәселелерді шешкенде жұрттың ойлауынан, формулалардан қалыптасқан мынау саясатта жүрген, саясаттың сарсабанын таусайтын сарабдал саясатшылардың істейтін қарекеттерінен оның қарекет бөлек болады. Ол Твиттеріне жаза салды, мен Киммен кезіккім келеді деді. Ким көрді Твиттерді, ол көрмеді ғой, оның жандай шаптары көреді. Ойбай, Трамп Жапониядан Корейге бара жатып, бара жатқан жолында анау шекарада сізді көрмекші екен деді. Сосын Ким де жауап жазды, мен де Трамппен кезігуден бас тартпаймын деді. Сонымен екеуі кезіге салды. Бұл Трамптың Жапонияға барып, Жапониядан оңтүстік Корейге, одан жаңағы оңтүстік Корей мен солтүстік Корейдің шекарасы 38-ші параллель сызықта Киммен кезігетін кездегі оқиға. Сонда ол алады да Твиттерде жаза салады, болды. Дипломатия, елшілік арқылы қат кіргізу, оңтүстік Корейдегі Американың елшілігі арқылы сол жердегі Американың әскери базасынан аналарға хат беру. Ол ондай жолдар жүрмейді. Кәдімгі ауыл үйдің ортасы сіз WhatsAppқа. Ертең ана біздің жаңағы итіміз күшіктеп еді, соның жуамыз шілдеқанасына келіңдер деп. Қазақтар итінің туғанында күшіктегенде жуады, осы WhatsAppта айта салған сияқты, айта салды, анау да кезіге салды.